Инерция құбылысы дегеніміз дененің өзінің жылдамдығын сақтауға тырысу. Бірінші мысал қарастырайық. Бірінші мысал. Адам жылқымен шолып келе жатқанда, жылқының жылдамдығы, адам жылдамдығы екеуі бірдей болады. Жылқы кенет тоқтаған кезде адам тоқтай алмайды, сол себепті ол алға қарай құлайды. Бұл инерция заңына сәйкес. Екінші мысал. Жаңбырлы күні қолшатырды ішке кіргізерде сілкілеп қағамыз. Біз қолшатырды сілкіп қалғанда, ондағы тамшылар сол жылдамдықты алады. Сосын кенет қолшатырды сілкілеп тоқтатамыз, ал тамшылар тоқтай алмайды, олар жан-жаққа ұшады. Тамшылар. Инерция құбылысы деген осы. Яғни тамшылар өзінің жылдамдығын сақтауға тырысады. Үшінші мысал. Автобус кенет тоқтағанда, оның ішіндегі адамдар алға қарай еңкейеді, немесе құлайды. Неге? Себебі, мысалы автобус 80 км/сағатпен жүріп келе жатса, және тез тежегіш басса, онда ішіндегі адамдардың жылдамдығы 80 болады жермен салыстырғанда. Сол себепті олар тежегіш баса алмайды, адамдар алға қарай еңкейеді, немесе алға қарай құлайды. Денелердің әрекеттесуі бұл денелердің бір-біріне әрекет етуі. Бірінші суретте адам арбаға, арба адам әрекет етіп жатыр. Екінші суретте спортшы допқа, доп спортшыға әсер етеді. Үшінші суретте екі палуан бір-біріне әрекет жасап отыр. Бұлардың барлығы денелердің әрекеттесуі болып табылады. Денелердің қалыптасқан қалпын өзгертуге қарсылық жасай алатын қасиетін инерттілік деп атайды. Инерттілік. Яғни инерттілігі көп болса жылдамдығы аз болады, инерттілігі аз болса жылдамдығы көп болады. Осы инерттілікті сандық жағынан сипаттау үшін масса деген ұғым енгізілген. Масса. Өлшем бірлігі килограмм. Яғни масса аз болса жылдамдығы көп болады, масса көп болса жылдамдығы аз болады. Екі дене әрекеттескенде осы заңдылық орындалады. Заттың тығыздығы. Заттың тығыздығы дегеніміз бірлік көлемдегі масса. Оны ρ әрпін белгілейміз. Массаны бөлеміз көлемге. ρ бізде заттың тығыздығы. Өлшем бірлігі килограмм бөлінген метр куб. М деген бізде масса. Килограмм аламыз ХБЖ-да. В деген көлем. Метр куб. Өлшем бірлігі. Бұдан көлем табу үшін массаны бөлеміз ρ-ға. Масса табу үшін тығыздықты көбейтеміз көлемге. Қоспаның тығыздығын табу үшін ρ қоспа. Берілген заттар массаларын қосамыз, көлемдерін қосамыз және бір-біріне бөлеміз. Мысалы, май мен су аралас болсын, соның тығыздығын тапсақ, немесе алтын мен күміс аралас болсын, соның тығыздығын тапсақ, осы форма қолданамыз. Егер сізде есепте грамм сантиметр кубпен берілсе, ХБЖ-ға айналдыру үшін мыңға көбейтесіңдер. Сонда 1 грамм сантиметр куб бұл 1000 килограмм метр куб. Мысалы, 8,9 грамм сантиметр куб ХБЖ-ға айналдырғанда 8900 килограмм метр куб болып табылады.